Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша екен, иә? Жарайсыңдар. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз ерекше болмақ. Олай болса, қанекей көңіл күйімізді білдірейікші. Бір-бірімізге қарап күлімдейік. Бәріміз бірге мен ақылдымын деп айтайықшы. Мен ақылдымын. Мен зерекпін. Мен бәрін білемін. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Үй тапсырмасы не береді? Үй тапсырмасы? Жарайсыңдар, олай болса, қанекей мен сендерге үй тапсырмасын тексеріп көрейін, кім қаншалықты қалай жаттағанын. Қанекей бәріміз бірге хормен айтайықшы. Керемет барлықтарын жаттап келген екенсіңдер. Олай болса балалар, біз бүгінгі сабағымызды басты кейіпкерін табу үшін мен сендерге жұмбағымды шешіп көрейін, жұмбағымды жасап көрейін. Сендер шешетін боласыңдар. Ал қанекей айтайын. Ұстасаң қолың піседі, аузыңа салсаң түседі. Дастарханың көркі бол, барша асқа ие бол. Не деп ойлайсыңдар ол? Тамақ. Тағы да не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, нан екен. Яғни біз бүгін нан туралы өтетін боламыз. Олай болса, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы, жаңа тақырыптың сабағы бізде қасиетті нан туралы сөйлейтін боламыз. Нан тіршілік тірегі. Ал қанекей, мен сендерге мәтінді оқып беремін. Сендер зер салып тыңдайтын боласыңдар. Тіршілік тірегі. Нан ең қасиетті дәм. Нан ұсағының өзі киелі. Нанның ұсағын жерге тастама, обал болады дейді ата-әжелеріміз. Себебі нан тіршілік тірегі. Нанды ысырап етуге болмайды. Ешқашан нанмен ойнама. Балалар, бұл мәтінде мазмұны бойынша, яғни не туралы айтылған екен? Иә, ал нанды не істеуіміз керек деді? Дұрыс, аттауға болмайды дейді. Тағы да дұрыс, жерге тастауға болмайды. Иә, дұрыс, обал болады дейді. Қалай? Дұрыс, төңкеріп қоюға болмайды екен. Тамаша. Жарайсыңдар, оқулықтағы 67-ші беттегі бірінші жаттығуға ашайықшы қанекей, бірінші жаттығуда. Зер саламыз, иә? Мен қазір сендерге осыны оқып беремін, сендер зер салып тыңдайтын боласыңдар. Қараңдар, айтыңдаршы, мен жаңа оқыдым ғой мәтінді, иә? Сол мәтінде неше сөйлемнен тұрады екен? Оқайықшы. Көрейікші қанекей. Нан ең қасиетті дәм, яғни ол бір сөйлем. Одан кейін нан ұсағының өзі киелі. Екі, яғни неше нүкте болса, сонша сөйлем болады екен. Есіңізге сақтайшы, әрбір сөйлем қалай жазылады? Бас әріппен жазылады. Сөйлем соңында нүкте қойылады. Дұрыс айтасың, нүкте қойылады екен. Соңында нүкте қойылып тұру керек, иә? Ал енді балалар, айтыңдаршы. Мәтін неше сөйлемнен тұрады? Қанекей бәріміз бірге оқайықшы. Нан ең қасиетті дәм, бір нүкте, ұсағының өзі киелі, екі. Яғни қараңдар балалар, есімізге сақтаймыз. Әрбір сөйлем үлкен әріппен не істеледі? Жазылады, басталады екен, иә? Иә, дұрыс. Ал енді соңында не істеледі? Нүкте қойылады екен. Ал қанекей, әр нүктелі қаншалық екен, қанша сөйлемнен тұрады екен? Көрейікші, санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше екен сонда? 6 сөйлем бар екен. Тамаша.
Biz endi daftarмен жұмыс жасайық. Daftarimizni ашайық. Daftarimizni ашайық бәріміз. Қанеке. Күннің жазын жазамыз. Бүгін нешесі екен? 12-ші наурыз сынып жұмысы. Тіршілік тірегі. Қанеке жазамыз. Әдемі, көркем етіп жазамыз. Денемізді тіп ұстаймыз. Аяғымызды оқушы қалай отырады? Әдемі, көркем етіп жазамыз. Жаза қойды. Ал олай болса балалар, күн реті бәрі жас болса, 68-ші беттегі екінші жаттығуға қараңдаршы. Өлеңді көшіріп жаз. Ермек Өтетілеуұлының өлеңіне зер салындармен қазір біраз оқып берейін. Сендер әдемі көркем етіп көшіріп жазамыз. Атасындай барастың, тұр ғажайып ақ бидай. Асырайтын баш еді біздің байлық ақ бидай. Мына екінші жаттығуды жаз болса, қараңыз, атасындай барасты, тұр ғажайып ақ бидай, асырайтын баш еді біздің байлық ақ бидай дейді. Бұл жерде ақ бидай деген сөздің астын бір сызықпен сызамыз. Қанеке сыза қойыңыз. Енді мына жерде жер салайықшы балалар. Жаз болсаңда ақ бидай деген сөздің астын сыз болса, өлеңмен біздің байлық ақ бидай дейді. Қалай ойлайсыңдар? Бидайды неге алтынға балап, байлық дейміз? Кім айтады? Неліктен? Бізді астау ұмытқан. Дұрыс, тағы кім айтады? Мен. Нарды сататын адамды. Сөйтіп күн көріп отыр. Еңбекпен табады. Дұрыс, еңбекпен табады екен, тағы кім? Дұрыс, онды сатады екен, дұрыс. Одан мен аналарымыз пісіріп береді. Дұрыс, дұрыс, байлық. Дұрыс айтасың. Себебі бидай нанның несі екен? Атасы екен, Нан бар жерде бізде не бар екен? Тоқшылық бар, Нан жоқ болса, бізде тоқшылық бола ма? Жоқ. Біз аш қаламыз ғой, Дұрыс айтасыңдар. Ал енді қараңызшы. Декан аталарымыз бір дәнегі одан 100 не істеген? 100 дән алған екен, Сол 100 дән бүкіл халықты не істеген? Асырап отыр, Бәріміз осы нанның арқасында, бидайдың арқасында күн көріп отырмыз, Аш қалмай, жарайсыңдар. Олай болса, сондықтан біз үшін бидайдан асқан байлық жоқ екен. Көрдіңдер ме? Сондықтан не деген? Біздің байлық ақ бидай деген екен. Ал ақ бидай дегеннің астын сызық бар, бір сызықпен сызып қоямыз, Тамаша. Ақ бидай Ал олай болса, балалар жас болса, қаламсабымызды орнына қоямыз. Шаршаған болса, қанеке сергіту жаттығуын жасай керекші, осы тақырыбымызға байланысты. Бәріміз қанеке орнымыздан тұрайық, ақ бидай болайық. Не істейміз? Бидай қалай өседі екен? Аспанға күнге қарап өседі екен, Ал енді жел соққанда не істейді? Теңселеді екен, Оңға, солға теңселеді екен. Ал одан кейін ол піскеннен кейін не істейді? Қай кезде, қай мезгілде піседі екен? Күз мезгілінде піседі екен, Ал одан кейін оны не істейді? Орып алады екен, Кімдер орып алады екен? Немен орады екен? Комбайнмен орады екен, Тамаша. Ал олай болса, комбайнмен орамыз, жарайсыңдар, Тамаша. Орындарыңызға отырыңыз. Қанеке балалар, енді біз үшінші жаттығу кезекті үшінші жаттығуға береміз. Дәнді дақылдар
Dәнді дақыл атауларын тап дейді. Мына кестеде. Бұл дәнді дақылдарда не жасалады дейді. Ал кәнеке үшінші жаттығуға қазір мен кезек-кезек шақырамын. Енді кезекті балалар мына кестеге береміз, иә? Кестемен жұмыс жасаймыз. Кім шығады екен тақтаға? Мен. Хабибке шығамыш. Нанның ішінен бізде нені табуымыз керек? Қараңдаршы, жаңа айтылды ғой. Дұрыс, дәнді дақылдарды табуымыз керек. Мұны біріншісін мұны көрсетіп қойдым. Ал енді дәнді дақылдардың біреуін таба қойдым. Қошап қоямыз, иә? Қандай сөз табасың? Қандай сөзді? Нені табуымыз керек еді? Дұрыс, дәнді дақылдарды. Ал Хабиб бізде қайсысын табады екен? Дұрыс, күріш. Қошаймыз күріш дегенді. Қандай сөз шықты? Күріш, тамаша. Ал келесі кім шығады? Қандай сөз табады екен Нұрсұлтан? Дұрыс. Тары дейді. Жарайсың. Тағы. Қандай сөз? Жарпа деген сөз болады ма? Жарпа деген сөз бар ма? Қандай сөз? Арпа деді Аяны. Арпа деп айтты. Арпа деген сөз. Ал енді, арпа дегенде неше буын бар? Екі буын бар екен. Ал тары дегенде ше? Арпа дегенде неше буын бар екен? Екі буын бар екен. Арпа, е? Жарайсың, тамаша отыра ғой. Күріш дегенде ше неше буын бар екен? Қалай екен? Күріш, тамаша. Ал одан мен қандай сөз шықты? Тары. Екі буын екен, тамаша. Ал біз қайда білдік екі буын екен? Тамаша. Неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен, е? Тамаша, жарайсыңдар. Керемет. Ал енді біз мына жерде қараңдар балалар. Бидай, күріш, арпа, тары деген сөздер таптық, ә? Енді осы сөздерден бір сөзді пайдаланып, біз сөйлеп тұрайықшы. Қай сөзді аламыз? Дайындады, е? Анам кешкі асқа күріш дайындады дейді. Жарайсыңдар. Олай болса, есімізге сақтап аламыз. Яғни, біз қай сөзді пайдаландық бұл жерде? Күріш сөзін. Яғни бұл неге жатқыздық күрішті? Дәнді дақылдарға жатқыздық, е? Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, бізде қазір 3 топқа 3 тапсырма беретін боламын, е? Бірінші топ бидай тобы. Қазір мен түсіндіремін, е? Бидай тобы. Екінші топ ұн тобы. Үшінші топ нан тобы. Енді 3 топта 3 тапсырма берілген. Ал енді мына жерде бізде бидай тобында не істейміз? Бидай қалай келді? Осыны не істейміз? Бәріміз тобымызға жиналайық. Әркім өз тобына жиналсын. Үшінші топтың тапсырмасы бидай тобынікі. Бұл жерде нан қалай келеді екен? Реттілігімен не істейміз? Жабыстырамыз. Я, Азиреге көмектесіңдер қанеки. Ал екінші топтың тапсырмасы не екен? Ұннан жасалатын тағамдар, нанның түрлерін не істейміз? Жазамыз. Ал үшінші топтың тапсырмасы бізде нан тобынікі. Нан қасиетті дәм. Нан туралы ережелерді жазамыз. Нанды бір қолмен үзбе, неліктен үзуге болмайды екен? Нанды жерге тастамайды. Неліктен жерге тастамауымыз керек екен? Қасиетті. Дұрыс айтасыңдар.
Нан қоқымын шашпа дейді. Неліктен шашу соны да жазасыңдар. Нанды төңкеріп қойма дейді. Неліктен төңкеріп қоймамызға болмайды екен. Ал қанеки жазамыз. Бірінші топ бітті. Тамаша, екінші топ бітті. Ал, сендер үшінші топ біттілер ма? Ал, тамаша, үшінші топта бітіпті. Ал, енді әр топ қашысы өзі келіп, тақтаға шығып, енді қорғайды. Кәнеке кел. Ал енді балалар, әр топтың өз тапсырмасын қорғайтын болсын, е? Ал бірінші топтықы бидай тобы екен. Ал бидай қалай келеді екен, Айзере? Ең бірінші, қай мезгілде екен? Қай мезгілде жер жыртады? Көктемде. Көктемде не істеді? Немен жыртады екен? Трактормен жер жыртады екен. Одан кейін не істеді екен? Дұрыс. Жаз бойы, балалар қараңдар. Жаз бойы оны кім баптайды екен? Дұрыс, диқаншылар баптайды екен. Одан кейін не істейді екен? Немен орады екен? Комбайнмен орады екен. Қай мезгілде екен ол? Күз мезгілінде, күз мезгілінде. Одан кейін не істейді екен? Комбайннан орып болғаннан кейін қайда апарады? Диірменге апарады екен, диірмен не істейді? Он тартады екен, біле жүріңдер. Ал оны одан кейін не істейді онды? Онды не істейді? Не істеген мына жерде? Қапқа салған. Одан кейін қайда апарады екен оны? Қайда апарады екен? Наубайшыларға апарады екен, наубайханаға. Олар не істейді? Түрлі нандар пісіріп, қайда апарады екен? Дұрыс, дүкенге апарып өткізеді екен. Біле жүреміз, балалар? Тамаша. Ал енді екінші топтікі қандай тапсырма, Аленур? Бізде нан. Нан тобы, Ал нанды не істе дейді сенде? Нанды пісіреді. Жоқ, нанның түрлерін табыңдар дейді, айтыңдар дейді. Ал қандай нанның түрлері бар екен? Біле жүрек, балалар қанекеш? Дұрыс. Булка нан, тандыр нан, самса. Тамаша, дұрыс. Тоқаш. Жарайсың, тағы да. Қара нан. Дұрыс, қара нан бар дейді. Ақ нан бар екен, біле жүрек, балалар. Нанның нешеме түрі бар екен, Ал енді үшінші топ. Даба нан бар дейді, әнімін айтып жатыр. Күнделікті пісіретін, аналарымыз пісіретін, Нанды бір қолмен тапсырма қандай еді? Нан қасиетті дәм дейді. Нан туралы ережелерді есімізге сақтайық, балалар, қанеки. Нанды бір қолмен үзбеу керек. Екі қолмен үзбеу керек. Нанды бір қолмен үзбе дейді. Неліктен? Жерге құлап қалады. Дұрыс айтасыңдар. Жерге құлап қалады. Екі қолмен үзу керек екен. Нанды жерге тастама, обал болады. Тамаша. Тағы да. Түсінмеді. Тағы? Қоқымын түсінмеді. Әмір деген өзің жазғанын айтып беріп жатыр. Нан қоқымыны шашпа дейді. Неліктен? Обал болады. Обал болады екен, Оны не істеп екен? Оны жинап алу керек екен. Тағы? Нанды қоқымын шашпа. Жерде жатса баспа. Дұрыс, жерде жатса баспаңда дейді. Келесі? Нанды төңкеріп қойма. Оң қаратып қою керек. Ол сыйластықтың белгісі. Дұрыс. Көндерме, нанды төңкеріп қоймау керек екен. Жерде жатса басып кетпеу керек. Алып торғайларға шашу керек. Дұрыс айтасың, ол тапақты жаттады. Ал енді біз нанды көндерме, нанды төңкеріп қоймау керек екен. Оң қаратып қою керек екен. Ол сыйластықтың несі екен? Белгісі екен. Тамаша, бұны есімізге, жадымызға сақтап жүрейік. Тамаша, керемет. Отыра қойыңдар. Келесі бізде нан қайдан шығады? Біздің тақырыбымызға байланысты сендерге шағын ғана
мультфильм көрсеткен, иә? Сендер зер салып тыңдаймыз, қанекей. Bir күні тышқан нан дүкеніне кірді. Сөреде жаңа піскен сап-сары өлкелер үйіліп тұр екен. Піскен нан иісіне қызыққан тышқан тұмсығын жыбыр-жыбыр тартты. Төмендегі бір бөлкені кеміре бастады. Осы кезде күзетші кіріп келді. Тышқан зып беріп тысқа атып шықты. Бірақ алысқа ұзамады. Апыр-ай, қайдан шықты екен осыншама нан? Біліп алып, шыққан жеріне кірсем деп қызғап кетті. Есіктен сақтана сығалады да: "Нан, сен қайдан шықтың?" деді сыбырлап. "Сатушыдан сұра" деді нан. Тышқан сатушыға келді. "Сатушы, нан қайдан шығады?" деп сұрады. "Наубайшыдан сұра" деді сатушы. Тышқан томпыңдап наубайханаға келді. Мұнда көп адам нан пісіріп жатыр екен. "Нан қайдан шығады?" деді бір наубайшыға келіп. "Диірменшіден сұра" деді наубайшы. Тышқан диірменшіге келді. Диірмен тасы тынымсыз шыр көбелек айналады. Екі адам ұн тартып тұр. Ұн төгіліп аққан бұлақша құйылып жатыр. Көзді ашып жұмғанша қап-қап ұндайын болды. Тышқан иненің көзіндей танауын тыржитып таңдана қарап тұрды да: "Диірменші, нан қайдан шығады?" деп сұрады. "Комбайншыдан сұра" деп жауап берді. Тышқан далада егін орып жүрген комбайншыға келді. Қалың егін теңіздей толқиды. Комбайн тоқтар емес, ілгерілеп барады. Сабанын бір бөлек, топанын бір бөлек шығарып тастайды. Торсықтай ақ бидайды астауына құйып алып барады. Тышқан сонда: "Комбайншы, нан қайдан шығады?" деп сұрады. Көктемде тракторшы жер жыртып тұқым себеді. Егіншілер оны күтіп баптайды. Көп еңбек сіңіреді. Міне мынау қалың астық сол көп еңбектің жемісі. "Нан еңбек арқылы табылады" дейді комбайншы. "Ой, мұның азап қой. Мен шалқиып жатып-ақ нан таба беремін" деп қутың етті тышқан. "Әне мысық келе жатыр" деді комбайншы. Сол-ақ екен тышқан бір ескі інге зып берді. Балалар, нан дастарханға қалай келеді екен? Еңбекпен келеді екен, жарайсыздар. Ал ең бірінші сол еңбекпен қалай келеді? Ең бірінші қай мезгілде? Көктем мезгілде не істейді? Тұқым себеді. Дұрыс, тұқымын себеді, Кімдер себеді оны? Диқаншылар себеді. Одан кейін не істейді? Немен себеді екен? Жоқ, ең бірінші жерді не істейді? Көктемде? Жоқ, не істейді ең бірінші? Трактормен не істейді? Жер жыртады екен, Одан кейін бар, егеді. Одан кейін не істейді? Комбайншы піскен егінді не істейді? Жинайды, орып алады екен. Ал жүргізуші бидайды қайда барады? Диірменге барады, диірменге тасиды. Диірменші дұрыс ұн тартады екен. Ал ұнды не істейді? Ұн зауытына апарады екен. Одан кейін не істейді оны? Оны кімдер алады? Наубай санашылар алады, Не істейді олар? Нан пісіреді. Ал нан піскен нанды не істейді? Дүкеншілерге жібереді. Ал дүкеншілерден кімдер алады? Өзіміз секілді нан жейтін, яғни күнделікті өмірде пайдаланатын өзіміз секілді адамдар не істейді? Жерге алады екен, Ал нан жоқ болса? Тоқшылық та жоқ. Дұрыс, тоқшылық та жоқ дейді аны. Тағы кім айтады? Нан бар кезде тоқшылық болады. Дұрыс, тағы кім айтады? Нан жоқ кезде тоқшылық болмайды. Болмайды, тағы. Ал нанмен ойнауға бола ма? Жоқ. Нанды басуға болмайды. Сашуға болмайды. Дұрыс. Асқитуға болмайды. Астараға болмайды. Яғни Солға қоюға болмайды. Түнкеріп қоюға болмайды екен. Тағы да кім айтады? Керемет бәрекелді. Нанды Дұрыс, оң қаратып қою керек екен. Тағы сирақтықтың белгісі. Дұрыс, нан башастың, яғни башастың біз екен, атасы екен.
Көрдіңдер ма? Ал кәнекей бәріміз бірге айтайықшы. Нан батырастың атасы. Ал енді балалар, бізде қараңдаршы, сөйлем қалай басталады? Базардан басталады. Азат жолдан басталады. Ал сөйлем аяқталғанда? Нүкте қойылады екен. Есіңізге сақтаймыз, иә? Тамаша. Ал олай болса балалар, бүгінгі сабақ мен сендерге риза болдым. Өте тамаша, жақсы қатысып отырыңдар. Ал сендерге ұнаса, кәнекей, сабақ ұнады ма бүгінгі сабақ? Ал кәнекей ұнаса, қолдарымыз көтереміз. Ал ұнамаса, сендерге қиын болса, құлағымыз